Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым. Айнұр Мақсұтқызының Сұрқия атты әңгімесін тыңдай отырыңыздар. Қайрат Алмагүлдің жалғыз ұлы. Әкесіз өсіп жатқаны болмаса, Қайраттың ішіп жемі тоқ, киімі көп уайымсыз перзент. Алмагүл жалғыз ұлы үшін тауға да шығып, сайға да шауып, дамылсыз жұмыс жасайды. Өзі тұрмысқа шыққан соң, көп ұзамай-ақ ажырасып кетіп еді. Ала дорбасын арқалап, төркініне келгенде, ішінде Қайраттың бар екенін де білмеген еді. Қайраттың әкесі Алмагүлді мектеп бітіру кешінен соң басып алып қашып келін етіп түсірді. Өзінен 6 жас үлкен жігіттің өткен шағын білмейтін Алмагүл өзін де алғаш көруі еді. Әу бастан-ақ өмір Алмагүлді аяусыз сабап келеді. Ата-анасынан ерте айырылған қыз 7 классқа дейін детдомда өсті. Кейін бір отбасы асырап алған болатын. 3 жылдан кейін перзент сүймеген жасы егде тартқан ерлі-зайыптылар Алмагүлді қызындай көрді. Бар тәттісін аузына тосып, көйлек атаулының түр-түрін әперіп, әбден бауырына басқан. 2 жылдан соң асыранды ата-аналары да бірінің арты бірі дүние салды. Соры 5 елі болған Алмагүл 9 классында тағы да жетім қалды. 3 ағасы туған бауыры болмаса да, жағаларын кірлетпей, үйді мұнтазда етіп, сабағын да оқуға үлгеретін Алмагүл. Араға 1 жыл салып, ата-аналарының жылдық асынан соң, үлкен ағасы келін түсірді. Алмагүл қуанып жүр. Келін боп түскен жеңгесі анасындай болар деген үміті бар еді. Әттең-ай, жеңгесі Жәмила нағыз жалқау, жатып шердің өзі болып шықты. Алмагүлді құлындай көріп, таңның атысы, күннің батысы қу тіршіліктің бел ортасына батырып қоятын. Барар жері, басар тауы жоқ бой жеткен, іштей ызаланып, тілін тістеп, дыбысын шығармастан, талай түндер жастығын шылқытып, жылаушы еді. Уақыт зымырап мектеп бітіретін кезі де келді. Мектеп бітіру кешіне киетін көйлегін құрбыларының аналары ақша жинап әперген еді. Үстіндегі ақ көйлектен аппақ реңі одан сайын бал-бұл жайнап, сол қыздың ажарын алыстан мені мұндалатты. Қайраттың әкесі де бір көргеннен ғашық болып, аңдып жүріп алып қашқан еді. Кластастарымен таң қарсы алуға барамыз деп, қайтар жолда үйіне емес, арғы беттегі ауылдың келіні болып шыға келген Алмагүл ақ орамалдың астында еңіреп отыр. Көптеген әжейлердің арасынан алға шығып, маңдайын иіскеп, бетін сүйген апа, өз үйіңе қош келдің құлыным. Алла қаласа, енең емес анаң болам, деген сөзіне елжіреген қыз, күйеуінің кім екенін білмесе де, келісімін беріп қала берді. Басына орамал таққызған соң, күйеу жігітте келіп танысты. Таксист ағай деп жүрген жігіт, бір сәтте күйеуі болып шыға келді. Өзінен 6 жас үлкен болса да, ажарын жоғалтпаған, сабыр Алмагүл бой жеткеннің көзіне жылы көрінді. Осылайша, Алмагүл 18-ге келмей жатып, келін атанды. Арада 2 жыл уақыт өтсе де, Алмагүлдің аяғы ауырлай қоймады. Осы аралықта тәуіп, балгер, докторлардың табалдырығын тығыздырған енесі де Алмагүлдің құрсақ көтеруін армандап жүргенде өмірден өтіп кетті. Күйеуі де жаман жігіт емес еді негізі. Анасынан айырылған бір сәтте күйзеліске түсіп кетті. Бұл үйге қайғы орнаған кезде сабырдың бірінші әйелінің айы оңынан туды. Уақытында енесімен басы сыйыспаған әйел қызды болған соң, күйеуін алып қалаға бөлек шығып кетіп еді. Табиғатынан момын сабыр бірінші әйелін 4 баласымен алған еді. 5 баламен қалада пәтер жалдап тұрып қиынға соққан соң, сабыр ауылға қайтуға ұсыныс тастағанда, әйелі үзілді-кесілді қарсы болып, күйеуін қуып шыққан болатын. Араға 5 жыл салып, сабыр 2-ші рет Алмагүлмен некелесті. Кезінде өзін жақтырмаған енесінің өмірден өткенін естіген әккі әйел араға адам салып, сабырды қайта айналдыра бастады. Анасынан айырылғаны бар, перзентте бола алмай жүргені бар. Сабырдың жүйкесі жұқарып жүргенде, қызын тықпаштап, күйеуін қалаға қайтарып алды. Енесінің 40-ы өтпей жатып, күйеуі баяғы еліне кетіп қалған соң, Алмагүл де төркініне келді. Бұл жолы ол жалғыз келмепті. Ішінде 2 айлық Қайратжан бар екен.
Төркініне келген соң, тұрмастан жатып қалған келіншек өзінің беймаза күйінің себебін білмеді. Күйеуінің тастап кеткеніне налығанынан болар деп ойлады. Азаннан кешке дейін бір бөлмеден шықпай жатқан қайын сіңілісін жеңгесі де жақтырар емес. Бөлмесінің сыртынан тарсылдатып олай бір, бұлай бір өтіп, бір апта жүрді. Ақырында күйеуіне өзіміздің 3 баламыз аздай жатып ішер жетімекті де асырауымыз керек па? Бір тиын пайдасы жоқ адамның не керегі бар? Жатырласың емес, құрысын анау көзіме күйік болмай деп дауысын шығарып айқайға басты. Онсыз да қал жағдайы мүшкіл қыз жеңгесінің бұл сөзінен кейін одан сайын күйзеліп кетті. Ағасы байғұс момын ғой, қарындасына қалай айтарын білмей жүргенін Алмагүл де сезіп жүр. Ертесіне заттарын жинап, ағасының қасына келді. Аға, жол жүрем, қалаға барам, жұмыс жасайын, өз күнімді өзім көрейін деді әлсірей. Алмаш, жеңгеңді білесің ғой, оның сөзін көңіліңе алма. Тұра бер үйде деді ағасы мыңқылдай. Жоқ аға, кеткенім дұрыс. Онда саған аздаған ақша берейін. Тек жеңген көріп қоймасын. Әдепкі уақытта жетіп қалар. Міндетті түрде телефон алып ал. Қиналсаң хабарласып тұр деп 200 000 теңге ақша берді қолына. Ағасымен қоштасып, дорбасын арқалап алдымен ата-анасының бейітіне барып ұзақ жылады. Ішіндегі мұң шерін тарқатып, оларды қалай сағынғанын айтып егіліп, біраз отырды. Күн бата соңғы автобусқа үлгеріп, қалаға жол тартты. 2 сағат жүйрік автобус қалаға кіріп келді. Әрі қарай қайда барарын білмей, сапар жайда ұзақ отырды. Жылмыңдап алғашқы жұлдыздар да көріне бастады. Қарны ашқанын сезіп, тіске басар алу үшін жақын жердегі дүкенге барды. Сөредегі жалға пәтер беріледі дегенді көзі шалып қалып, сол дүкен иесінен сұрастырып, бір бөлмелі пәтерді бір тәулікке жалға алды. Біраздан бері жөндеу жұмыстарын көрмеген үй, пәтер екені бірден білініп тұр. Кіргеннен жағымсыз иістен лоқсып, жүрегі айнып мазасызданып, амалсыз қонып шығуына тура келді. Ертесімен ерте тұрып, жақын қаланы аралап, алдымен телефон алды. Түстеніп алып, жұмыс іздеуге кірісті. Жолы болғанда сол асхананың терезесінен ыдыс жуушы керек дегенді көріп, жұмысқа орналасты. Ұзақ мерзімге пәтер алдып, көңілі бір басылғандай болды. Дегенмен беймаза күйі дамыл берер емес. Әр ойдың жетегінде қалғып, көз ұйқыға кетті. Ертесіне ерте тұрып жұмысына асықты. Өзімен шамалас қыз жігіттермен бірге жұмыс жасап жүргеніне қуанып жүр. Қағытпа әзілдері жарасымын тауып, тез достасып та үлгерді. Әсіресе тараздық Әсел есімді қыз ерекше ықыласын көрсетіп, Алмагүлмен құрбы болып жүр. Осы Әсел болмағанда Алмагүл аяғы ауыр екенін тағы 2 ай білмей жүрер ма еді кім білсін. Алмагүлдің қайта-қайта жүрегі айнып жүргенін байқаған Әсел: Алма, осы сенің аяғың ауыр емес пе? Деді аспаннан жай түсіргендей. Қайдағын айтпашы, қатырасың сенде де быдысын жуып тұра берген Алмагүл шын мәнісінде жүктіліктің алғашқы белгілерінің қандай болатынын да білмейді. Алма, точно сен екіқабатсың. Давай жұмыстан кейін УЗИге түсейік деп Әсел қақылдап қоймаған соң Алмагүл еріксіз келісті. Қыздардың жұмысы кешкі 6-ға дейін еді. Жұмыстан шыққан соң екеуі қолтықтасып алып, УЗИ түсіретін жерге клиникаға келді. Алмагүлдің жүрек аузынан шығып кетердей соғып тұр. Дәрігерден құттықтаймын, сіздің аяғыңыз ауыр, 18 апта. Алла қаласа, дені сау ұл баланың анасы боласыз дегенде, 2 көзінен парлаған жасты тыя алмады. Бір қуаныш, бір үміт, бар ойы күйеуіне қалайда хабар беру. Араға таныстарын салып, күйеуінің нөмірін тауып алып хабарласты. Межелі жерге кездесуге шақырып, сол сәтті сағат санап күтті. Міне, байырғы күйеуімен қаншама айдан соң бетпе-бет кездесіп тұр. Мойнына асылып, құшақтағысы кеп тұрса да, өз-өзін қолға ұстап, жаңалығын жамырамай, баппен жеткізді. Сәлем, қал-қалай деп сыбызғыдай, нәзік үнімен тіл қатты. Жақсы шүкір, өзің қалайсың деп, күйеусымақ бөтен адамдай мелшиіп тұр. Арада тағы үнсіздік орын алды. Жақсымын, бақыттымын.
Ал сен жүдеп қалыпсың деп бастан аяқ күйеуін шолып шығып, мүлкіген тыныштықты берген жауабы бұзды. Ауырып жүрмін аздап. Не айтқалы шақырдың? Біз ата-ана боламыз деп жылап жіберді. Қалай біз, не айтып тұрсың? Иә, мен жүкті екенмін, 4 айдан асқан. Ұл бала дейді дәрігерлер. Не айтып тұрсың, сен бедеу емессің бе? Әзілің бе? Не айтып тұрсың, қайдағы бедеу? Аяғым ауыр деймін деп, оңайлықпен ашуланбайтын Алма ашуланып кетті. Маған бәлеңді жаппа. Кімнен аяғың ауырлады соған айт, менен аулақ білдің бе? Деп қоштаспастан күйеуі теріс бұрылып алып кетіп қалды. Алмагүл ләм-мим демеді. Айту парызы, айтты болды. Жүрегінде махаббаты лаулап тұрса да, артынан жүгірмеді. Тебер кет, бізге сендей қорқақ әке керек емес. Өзіміз-ақ оңаламыз деп, айлы аспанның астында анадайда асығыс бара жатқан күйеуінің сол басына өкпесін айтты. Ертесіне жұмысқа келіп, Әселге барлық жағдайын айтып жылап алды. Құрбысы жұбатып әлек. Уайымдама Алма, бір реті болар, бірге тұрайық. Баланы да бірге өсірейік деді Әсел ебектеп жүріп. Ұлым қалайша әкесіз өседі? Әкесін сұраса не деймін? Қоя берші, жалғыз сенің балаң ба әкесіз өсіп жатқан? Өлмеспіз деп Әсел нақты әрі батыра сөйлеп сөзіне сендірді. Көп ұзамай-ақ екеуі бір пәтерге көшіп алды. Уақыт өте берді. Алмагүл күн санап сәбиле болатын сәтін күтіп жүр. Артық ақша жұмсамай, алдағы уақытқа жинап жүр. Сенер ешкімі жоқ, тек қана қасындағы Әсел. Аңғал қыз қасындағы Әселдің шын бет бейнесінің қандай екенінен беймәлім. Айы күні жетіп, Алмагүл перзентханаға жол тартты. Толғағы шүйіп жатқанда, Әселге артынан әкелетін киімдер міне, ақша әне деп барлығын тапсырып кетті. Өзі әлсірей бастаған соң, дереу жедел жәрдеммен асығыс кетіп қалды. Бір тәулікке жуық толғатып, дүниеге аман есен ұлына келді. Бойымдағы күш-қуатым, қиындықты жеңіп шығар қайратым болсын деген ниетпен қайрат деп қойды. Ертесіне құрбысын күтті. Келмеді. Хабарласа алмайды. Ойында түк жоқ келіншек, құрбысын уайымдап әлек. Перзентханада 5 күн жатқанда, іздеп келмеген құрбысын жамандыққа қимады. Үйге шығатын күні де келіп жетті. Баланың үстіне кигізетін киім де, өзі киетін киім де жоқ. Әйтеуір қасындағы келіншектердің арқасында баласын қалыңырақ киіндіріп, өзі сол бір апта бойы кигеннен иістене кеткен киіммен перзентханадан шықты. Пәтерлеріне келсе, кілті де жоқ. Арғы жақтан дауыстар шыққанға, Әсел үйде екен деп қуанып кетті. Бөгде бір әйел ашқанда, мелшиіп тұрып қалды. Ол әйел де таңырқап, сәлеметсіз бе деп бастан аяқ шолып шықты. Сәлеметсіз бе, сіздер кімсіздер? Әсел қайда деп, Әселдің туыстары шығар деген үмітпен сұрады. Әсел көшіп кетті. Біз 2 күн бұрын келдік деп әлгі әйел сайрап тұр. Мен Алмагүлмін. Осы пәтерді құрбым Әсел екеуміз жалдап тұрдық. Бүгін перзентханадан шығып келдім деп дірілдеді. Перзентхана, көкем-ау кірсеңші, тоңып қаласың ғой. Мен сені көршіма деп тұрсам, Әселің көшіп кетті. Кетеріңде сенің келетініңді айтты. Бірақ роддом жайлы дым демеді. Мұнда 2-4 пакет заттарын қалдырып кетті. Бір келіншек келсе, берерсіз деді ғой. Мен қайдан білейін сен екеніңді. Тем более шақалақпен келетініңді айтқан жоқ ол. Кел төрлет, қазір шай ішеміз деп баланы қолынан алып, 4 бөлмеге кіріп кетті. Алма дереу пакеттерді ақтарып еді. Ақшаның жоқ екеніне көз жетті. Жаңадан алған киімдері, ақшасы, тіпті жаңа іш киімдеріне дейін жоқ. Бәрін ұрлап кеткен. Жаңадан көшіп келген әйелге мән-жайды айтып еді. Ол аяп әзірше сол пәтерде тұруына рұқсат беріп қалдырды. Жинаған 700 000 теңгесі киімдерінен айырылып қалса да, Алмагүл қайғырмады. Ұлына қарап жүрегі елжіреп бәрін ұмытып кететін. Жаңадан көшіп келген әйелдің есімі Гүлзира екен. Жалғызбасты болса керек. Алмагүлге бірге тұруына қолқа салды. Бара жері, басар тауы жоқ жас ана, келіспекке амалы жоқ. Баласына қосымша тамақ алуға ақшасы жоқ. Омырауынан сүт те шықпай қинады. Жарты ыстық тамақ ішпесе, қайдан сүт болсын?
Ары ойланып, бері ойланып ағасынан ақша сұрауға бел буды. Барлық жаңалығын айтып бауырына жан дүниесін ақтарып алды. Арғы жақта ағасы, бергі жақта қарындасы екеуі қосыла жылап тұрғанда, бүкіл әңгімені естіп тұрған Гүлзира іштей жоспар құрып тұр еді. Дымын сыртқа шығармай Қайратжанды қолында тербетіп отыр. Тұтқаны қоярда ағасы 150 мың ақша салып жіберетінін айтып, көңілін бір орнына түсірді. Ал Гүлзира болса, Алмагүлден қалайда айырылып, қалмаудың амалын ойластырып жүр. Алмагүл ертесіне жұмыс істеген асханаға ұрлықшы Әселді іздеп бармақшы. Ертесіне ерте тұрып, Әселді іздеп асханаға келді. Ол жақтан да біраз қарызданып қашып кеткен Әселден бәрі бейхабар. Салы суға кетіп үйіне оралды. Ұлын емізіп, шай қойып, Гүлзира апайды шайға шақырды. Екеуі шай үстінде жақынырақ танысып, Алмаш өзінің өткен өмірі жайлы бәрін айтып шықты. Жас келіншекке жаны ашыған сыңай танытқан Гүлзира, ертең менде демалыс, екеуміз Қайратты алып ауылға барып келейік. Апамның сары май салынған ыстық нанын жеп, айран ішіп деп қолқа салды. Ойында түк жоқ Алмаш келсе кетті. Заттарын жинап, ертесіне түстен кейін таксимен 70 шақырымдық ауылға жол жүрді. Жол жөнекей Гүлзира өзінің отбасы жайлы, бауырлары жайлы, әсіресе 4 рет үйленсе де, бағы жанбай жүрген ағасы жайлы мақтау сөздерін құрастыра айтып берді. Алмаштың ойында түк жоқ, мешелі ауылға да оңай жетті. Арқаланып, дорбаланып таксиден түскенде, егде жастағы бір ағай жетіп келіп күтіп алды. Үйге кіріп апасымен арқа-жарқа құшақтасып, Алмагүлді таныстырды. Гүлзира бас аяғы 2 күн ауылда болып, қайтар күні шай үстінде, Алмаш, сен апамның қасында қалсаңшы, Қайратжан қырқынан шығам дегенше, апам суға түсіріп, аяқ қолын тартып күтім жасайды. Ағарған алдында үй кең. Қойыңызшы тәте, ұят қой. Ой айналайын, ұят еш нәрсесі де жоқ, деп апасы да қолдап кетті. Аға мен апам екеуі іштері пысып зерігеді. Ал Қайратжан екеуің серік боласыңдар. Қалада не істемекшісің бәрібір, жұмыс жасай алмайсың ғой. Гүлзира тәте, ешкімге салық салғым келмейді деп, қыз қанша қарсы болса да, кемпір мен қызы қояр да қоймай алып қалды. Соның алдында бір түн бұрын шешесі мен қызы келісіп алған еді. Әзірше қонақ болсын, кейін ұзаққа қатын етіп қалдырайық деп келіскен. Іздеушісі жоқ екенін пайдаланған түрлері ғой. Бір жағынан Алмагүлдің де барар жері, басар тауы жоқ. Бүкіл ақшасын ұрлатып алғаны да жанына бататын еді. Алданғанын сезбеген Алмаш ұлын құшақтап осы үйде қала берді. Ертесіне кемпір Алмагүлдің өзін де ұлын да бастан аяқ киіндірді. Қаладан тапсырыспен қолына жаңа телефон әперді. Алмаш болса қайырымды жандар екен деп мәз болып жүр. Таңда үйден шығып, түнде келетін ұзақбайда жас келіншекке жақсы көрінгісі келіп, өзінше ішпей жүр. Араға бір ай салып, Қайратты қырқынан шығарамыз деп, сылтаумен көрші көлемді шақырып, дастархан жайдырды кемпір. Негізі мәселе басқа еді. Шақалақты қырық суға шомылдырып болған соң, алдын ала құрылған сценарий бойынша көрші абысындар енелерімен қоса Алмагүлді осы үйге келін болуға үгіттей бастады. Ұлыңның болашағы үшін бүкіл мал-мүліктің осы үйдің иесі өзің боласың. Балаң әкесіз өспесін десең, баламен қалада қалай күн көресің? Бір кемпірдің бабын тапсаң болды деген насихаттар жан-жағынан жамырап жатты. Біраз уақыт көнбей тұрған Алмагүл ұлын құшақтап, сен үшін балам, бәріне дайынмын, бәлкім қайрылысы осы шығар деп келісті. Шынымен де бұл үй ауылдағы ең бай үй еді. Мыңғырған малдарының санын білмейді. Сыртта жүргені қаншама, ал үйдегісін кейде кемпір сауып үлгермейтін. Алмагүлдің тағдыр дәптерінің сорақыға толы тағы бір парағы ашылды. Алмагүлдің келінді күндері басталды. Ойламаған жерден өзінен 14 жас үлкен Ұзақбайдың жары аданып шыға келді. Әдепкі 2 жыл күйеуі тіреу енесі бақыт немересі болды. Осы үйге келін болғаны үшін таңды шүкіршілікпен аттыратын. Тіпті рені ағарып,
жүзі домаланып ажарлана түскендей. Ауылдың беделді келіндерінің бірі атанды. Ұлын иығына салып, көтеріп жүретін Ұзақбайды Қайрат әке деп айтатын. Қайраттан кейінгі аяғы ауырлай қоймаған келіншек күнде Аллахтан перзентті болуын сұрайтын. Сол үшін өзі ұялып, өзін кінәлі сезінетін. Араға 5 жыл салып ішіне құрсақ біткенде қуанғаны бөлек бір әңгіме. Бірақ сол мезеттен бастап бәрі өзгеріске ұшырайтынын білсе ғой шіркін. Алғашында ұзақ белсіздікке шалдыққан келін көшеден тапты деген сыбысқа тұншығып жүріп 9 айға жетті. Енесі әдепкіде келінін көтергенін Аллахтың сыйы деп қабылдап, шүкіршілік айтатын. Кейін ауылдың сыпсың әңгімесі, соңғы 2 келіннің баласының бала көтермей кетуі оңай ойын бозды. Көңіліне күдік ұялатып, кішкене келініне жазықсыз тиісуді бастады. Дәріханаға барса ізінен көз алмай аңдып тұратын. Алмагүл енемнің қамқорлығы деп ойлайтын. Негізінде енесі оның жүріс-тұрысын аңдумен әлек. Іші шыққан сайын ашуланып, ертіп келгенінің жөні бөлек. Шаңырағымда отырып бөлек, ай келгенін айқындаса, аямаймын деп бұрқылдап жүруші еді. Алмагүл қуыстан неге олай ойлайтынына аң-таң. 5 жыл енесінің ауыр сөз естімегендіктен бұл сөздері көңіліне келетін. Уақыт өте берді. Айы күні жетіп отырған келіншектің басына ауыр күн туды. Әдеттегіде таңертеңгілік сиыр сауып отырып, көрші үйдің ауласынан атылған қос ауыз мылтықтың даусынан сиыр үркіп, келіншекті шелегімен қоса бір тепті. Жіп-жіңішке келіншек анадайға ұшып түсті. Орнынан тұра алмай, үйіне бір қырындап, жорғалап әр жер жетті. Мектеп кірген келінін көрген енесі дереу үй телефонымен жедел жәрдем шақырып, келінін ауруханаға жіберді. Сол мезетте толғағы қысқан Алмагүл көп қан жоғалтып, ауруханаға емес, перзентханаға жол тартқан жедел жәрдем көлігі барынша тез жүрсе де үлгермеді. Жолдың нашарлығы да әсер еткен болу керек. Селкілдеткен сайын келіншектің жағдайы ауырлай түсті. Перзентханаға кіре сала бірден жан сақтау бөлмесіне кіргізгенінен бәрі кеш еді. Шарана тұншығып, періштеге айналған екен. Анасының құрсағынан басы жартылай шығып, жан тапсырған. Алмагүл ес-түссіз. Ота жасап, шақалықтың денесін анасының жатырымен қоса алуға тура келді. Әйел адам үшін бұдан асқан қасірет бар ма? 9 ай бойы жүрегінің астында паналаған, 9 ай бойы кездесуді, көткен перзентінен айырылу, онымен қоса бұдан бұлай ана болу, бола алмайтынын мойындау сорақылық қой. Ол күн бойы әл дәрменсіз, сатқан келіншек езін 2 келін дүниенің арасында жүргендей сезінді. Көзін жұмса, көкке ұшып, көзін ашса, жерге түсіп, бауырына қыспаған шақалағын іздеумен болды. Құс боп ұшып құсада жете алмайтынына, жете алмасын мойындар емес. Ішкі жан дүниесімен арпалыста жүргенде, дәрігерлердің нұсқауымен үйге шығарылды. Өз шаңырағына келгенде, одан да ауыр күндер күтіп алды. Төсек тартып жатқан қалған келінін, жақтырмаған енесі арсын-тұрсын, тарсылдатып ыдыс аяқты лақтырып ол жүр. Түн баласы мал бағып келетін күйеуі, аяғын уқалатып таңға дейін мазасын алатын. Бір жұмадай бөлмесінде жатқанына ұялып, үй тірлігіне кірісейін деп шешті. Дәл сол күні қайнапалары келді қонақтап. Оның үйге келін болуына себепкер болған қайынсіңлісі Гүлзира да төбе көрсетті. Құр сүлдерін сүйрей жүріп, дастархан дайындап, қайнапаларын жағалай жүр. Жалғасы келесі бөлімде.